Очень приятно, забито толпой. Давай еще поднимаем. Давайте возьмем подкрепление. Все. Ел үшін өлу, ел үшін бабалар аманаты, құрсын бейшаралық. Бодандық өмір құрсын. Қосыл қатарға, бірлігіңді ойла, елдігіңді ойла, азаттығыңды ойла, келемгендігіңді ойла. Ойлан! 1986 сайқалса ясат кезең Алматыда желтоқсан жаңбырлы кезеді. Колбиннің ел басқаруы халыққа түскен ескеді. Бұның арты не боларын ешкімде сезбеді. Ділмұхаммед түсірілі өзгенің келді кезегі. Алаңға қарай ағызды жастарды өмір өзені. Солдаттар тұрды кезені автоматпен күректерін. Сөз айтпаққа тырысты жастар тұрып білектерін. Бәрінің көздегені ұлттық езгіден арылу. Шаршы атқан оларды сайқал билікке бағыну. Табандап табыну, жымиып жағыну. Шыдамның да шегі жетіп аза қалды жарылу. 16 желтоқсан өсіпті билік шынжырын. Қайыспапты қайраттар жатса да қынжылып. Ербол мен Сабира ләззаттар құрбандыққа айналды. Көп кешікпей сабыр етіп айуандыққа жатпайтын адамдыққа сан түрлі азаптан өтті. Тәуелсіздік жолында қандарында төкті. Ендеше ұмытпа тәуелсіздіктің келген жолын. Қалғанын кітаптан оқы, мен айтып болдым. Қазағым, елім, қайқайып белің сынуға тұр таянып. Талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Қанған жоқ бәлі ұйқым, ұйықтайтын бар не сыйқым. Кім кінәлі бұл іске, партия совет пе? Әміршіл жүйе, әділетсіз үкімет пе? Тұрмыстық жағдайы нашар жұмыскер студент пе? Әлде Колбиннің келуі бірден бір себеп пе? Әділетті сот, қаншалықты әділетті? Қайрат Рысқұлбеков айыпталды не себепті? Әділеттілікті талап еткен топтар қалай ғана маскүнем? Ұлтшылдар мен нашақорлар қаншасын қинады қорлап, қаншасын қамады торға шаштан сүйреп бұл қыздарды сабалады зорлап. Итке талап күрептер мен астын алды қол шоқпардың. Қанша қорлық көрсек дағы мойымадық боп шыдамды. Кеудемізде әлі суық қызғар сол жылдардан 4 жылдан соң ашылды ақиқаттың шындықтары. Тәуелсіздік көк туы енді міне тұр шығары. Ендеше алаңға шық қою үшін гүл шоқтар.